Бойцу 27 лет, рост 170 сантиметров, вес 61,2 килограмма. Чемпион Северной Бразилии по кикбоксингу, чемпион Северной Бразилии по боксу, чемпион Северной Бразилии по джиу-джитсу. 10 побед, 3 поражения. Из Бразилии Джованни Варгас. Его соперник в красном углу октагона. Бойцу 23 года, рост 170 сантиметров. Вес 61,2 килограмма. Мастер спорта по жек-пежек. Чемпион мира по жек-пежек. Чемпион Азии по жек-пежек. 11 побед. 1 поражение. Из Казахстана. Бекзат Алмахан. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Джованни Варгас, Бразилия, Бекзат Алмахан, Қазақстан. Аса жеңіл салмақ, алғашқы раунд. Рейтингтік жекпе-жек 3 раундқа жоспарланған. Ал біз Дауренбек Джакаевтың рұқсатын күтеміз. Алғашқы раунд. Джованни Варгас солақай. Бекзат жинақы, қолдарын бірден жоғары ұстап алған, аяқтың ұшында өте жеңіл қимылдайды. Оу! Бірден алғашқы соққы ережеге қайшы бұл жерде. Қазір тіпті бандажды сындырып жүрген сияқты. Дыбысты естідік. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Мұнан қараудың өзі ауыр екен. Қазір барлық ойдағыдай деп үміттенеміз. Қобалжып кеткен сияқты бразилиялық спортшы. Бекзат Алмахан жақындай өреді, бірден соққыны салып кеп жіберді. Ай-ай-ай. Я, Алмахан аяққа тұрды, барлығы дұрыс сияқты. Жалғастыруға дайын бекен. Бандажды тексеріп алу керек қазір міндетті түрде, әрине жаңағы соққыдан кейін бандажды сындырып жіберуі де мүмкін. Ал Джованни Варгас өте салқынғанды, жинақы түсініп тұр әрине өзінің қателігін. Алғашқы раунд. Әдейі жасалған жоқ, түсініп тұрмыз. Варгаста кешірім сұрады. Бекзат Алмахан бірден қысым көрсете бастады. Алдын қолын өте қауіпті ұстап тұр екен. Саусақтары ашық. Қазір Бекзат шабуылдаймын деп. Өте жақсы. Ішке жасалған соққы. Осындай бір-бір соққымен қазір қарсыласын қорғанысын бұзуда Бекзат Алмахан. Опа, сақ болу керек бұл жерде. Бірден күреске кіріп кетті. Үшбұрыш әдісін қысып ұстап алған бұл жерде Бекзатқа жіберуге болмайды әрине. Қылқындыру қиынға соғады әрине бұндай позициядан сәл ыңғайсыздау екен. Өзінің үстіне шығуға мүмкіншілік беруге болмайды. Қарсыласының сол қолын ұстап алса жақсы болар еді. Бірақ партерде өзін өте жақсы сезінетін Варгас қазір өте сауатты қорғануда. Үшбұрыш әдісі бар, толықтай жақсы жабылған, бірақ бұл жерде қылқындыру әдісін толықтай жүзеге асыра алмайды Алмахан. Дәл осы әдісті қолданып свип жасап көрсе қалай болады екен. Қарсыласын аударып, Алмахан қазір жай ғана реферидің жекпе-жек барысына араласуын күтіп отырған сияқты. Партерде күресуге зауқы жоқ. Мүдделі емес деуге де болатын шығар. Алмаханға жалпы стилін ескеретін болсақ, партердегі айқас ыңғайсыз. Қазір тактикалық тұрғыдан барлығын дұрыс істеп отыр. Партерге барудың түкке керегі жоқ.
Алмахан қазір Дәуренбек Жақаевтың көзін алмайды. Жақаев та енді араласуға дайын сияқты. Варгас белсенді. Сол себепті араласуға асығар емес, жекпе-жек барысына Дәуренбек Жақаев. Ал Бекзат Алмаханның бет-әлпетін көрдіңіздер, қазір көзін алмайды Дәуренбек Жақаевтан. Қазір реферидің араласуын күтіп отыр. Аяғы шаршап қалмаса болды. Бұлай қысып ұстап отырудың өзі көп күшті қажет етеді. Әйтеуір күтіп жатып өз дегеніне жетті. Бірден аяқтарын сілкіп отыр Бекзат Алмахан. Бірден аяқ құртылды. Варгас! Дәл тиген соққы Алмахан. Керемет. Варгас дәл тиген соққыдан кейін шабуылын аяқтамақшы болған еді, бірақ Алмаханның дәл тиген соққысы бірден арқасына жатқызды. Қазір Варгас енді ойланып барып ұмтылатын болады алға. Дәл осы боксқа келетін болсақ, қолмен соққыға келетін болсақ, Алмахан әлдеқайда жылдам және жан жақты. Қарсыласына қарағанда деңгейі әлдеқайда жоғары екен бірден байқалып отыр. Бет-әлпетін көрдіңіздер, қазір көзін алмайды Дәуренбек Жақаевтан. Қазір реферидің араласуын күтіп отыр. Аяғы шаршап қалмаса болды. Бұлай қысып ұстап отырудың өзі көп күшті қажет етеді. Әйтеуір күтіп жатып өз дегеніне жетті. Бірден аяқтарын сілкіп отыр Бекзат Алмахан. Бірден аяқ құртылды. Варгас! Дәл тиген соққы Алмахан. Керемет. Варгас дәл тиген соққыдан кейін шабуылын аяқтамақшы болған еді, бірақ Алмаханның дәл тиген соққысы бірден арқасына жатқызды. Қазір Варгас енді ойланып барып ұмтылатын болады алға. Дәл осы боксқа келетін болсақ, қолмен соққыға келетін болсақ, Алмахан әлдеқайда жылдам және жан жақты. Қарсыласына қарағанда деңгейі әлдеқайда жоғары екен бірден байқалып отыр. Лоу-кик. Алмахан қазір бір ғана соққы жасаудың сәтін күтіп жүрген сияқты. Көздегені нокаут. Қаншалықты дұрыс бұндай тактика. Дәл тиген соққыда сол гол бұл жерде. Варгас олайда бұлайда жасап көрді, бірақ жекпе-жек жалпы жүрмей жатыр бұл жігітте. Қолдан келмей жатыр. Күресіп те көрді, аяқпен дұрып көрді. Бокста керемет, тағы да міне бір соққы. Серия жоқ. Міне енді сериямен шабуылдай бастады Алмахан. Қарсыласын мойнын қысып ұстады. Гильотина жоқ. Шығып кетті қолы. Бір аяқтан ұстады Варгас. Тейкдаун жасап көреді. Соңғы секундтарда жоқ. Клинчтен шыға бере. Керемет шынтақпен жасалған соққы. Джованнидің орындауында. Тағы да қайтик, тағы да Алмахан ұстап алып қарсыласын партерге жіберді. Қылқындырып көреді. Соңғы секундтарда тәуекелге бел буып жасап көруге болады әрине. Жоқ. Бұл жолы Алмахан күрескісі келмейді мүлдем. Соңғы секундта бірден қазір Алмахан өз дегеніне жетті. Бұл раунд менің ойымша Бекзат Алмаханның еншісіне кету керек. Керемет, тартысты раунд. Бұған дейін айтқан болатынбыз. Екеуі де аяқта тұрып айқасқанда ұнататында спортшылар, сондықтан бізді екі тартысты жекпе-жектердің бірге тұр бүгінгі турнирлердің барысында. Алғашқы раундтан бізді раундтан-ақ біз соның дәлелін көріп отырмыз. Полностью с тобой согласен, Сатай, что Бекзат Алмахан первый раунд выигрывает. Более точен был он в этой первой пятиминутке. Были на грани, кстати, оба спортсмена для того, чтобы одержать досрочные победы. И Алмахан, и Джованни Варгас.
Вот Варгас, конечно же, думаю, этот удар ниже пояса сбил весь темп поединка и настрой Бекзату. Но Бекзат смог собраться и, наверное, даже это разозлило, скорее всего, Бекзата. Еще, знаешь, я, Арман, добавлю, я помню много боев, когда вот после такого запрещенного удара наши бойцы очень часто выигрывали, причем очень часто нокаутом. Не знаю, это никак, может быть, не связано. Никакой но корреляции в этом нет, Да, однако такой факт имеется, скажи, да? есть такой факт, я вот просто поймал себя на мысли. Все так же заряжен и настроен Бекзат Алмахан. Как-то неуклюже идет вперед Джованни Варгас. Да, немножко такой, знаешь, рубака, за рубака бразилец. Да, надеется, я так понимаю, на ух. Отличная комбинация. Начинает с правого апперкота. Чисто боксерская, наверное, да? Атакует лоу-киками. Я так понимаю, Варгас надеется на один какой-то шальной удар. Потому что и ногами выбрасывает удары, и руками серийно не работает. Алмахан сейчас более такой вот в боксерской манере работает. Даже были удары по корпусу. Отличный тайминг. И проход в корпус, и перевод. Нужен ли был этот тейкдаун Бекзату на самом деле? Вопрос, конечно же. Ну, наверное, если бой продлится все раунды, наверное, нужен был. Ну, может быть, стояла задача, да, нокаутировать, но не всегда получается. И если есть возможность провести тейкдаун, почему нет? Плюс иногда это, знаешь, инстинкты срабатывают, когда на рефлексах вроде бы был план работать в стойке, а ты раз и на инстинктах тейкдаун организовал, тем Да, более, но когда... проход, конечно же, был великолепен. На противоположность, на досрочную победу. Но опять-таки, знаешь, бывает такое, что когда бойцы настроены на нокаут, нокаута не происходит. Плюс еще неудобный Джованни, не знаешь, чего ждать от бойца. Отличная атака от Алмахана. Правой ногой атакует. Хай-кик. Но в защиту, к сожалению. Да, вот на спортивном сленге Джованни Варгас он такой какой-то, знаешь, немного корявый, что ли, неудобный. Лоу-кик от Варгаса. Нелогичные какие-то удары местами бросает, несуразные немножко. Вот это очень сильно отличает бразильские профессиональные ММА. Они долго не тратят время в любителях, как наши ребята. Наши ребята проходят почти очень много времени проводят в любителях. И в России также. Ну, плюс Бекзат выходит из жек-пижека там. О, попадает, контратакует сейчас с правым боковым. Бразильцы же сразу же, пройдя какой-то там полулюбительский такой уровень, сразу же переходит в проф. Начинает уже выступать, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому, возможно, такие Мне кажется, корявые. иногда даже с улицы они просто приходят после драк таких уличных, знаешь, потому что иногда смотришь и вот как бы видишь вот такие уличные чисто зарубы. Бьет сейчас Алмахан. Последние секунды второго раунда остаются. Отличная работа Алмахана. Обратите внимание, сейчас после атак ног контратакует руками, что в целом правильная стратегия. Потому что руки намного быстрее, чем ноги. И после ударов ногами оппонент, как правило, открывается. И прямо сейчас возможность для досрочной победы была у Алмахана, но вяжет ноги Варгас. 10 секунд остается, даже меньше, кажется. Да, второй раунд заканчивается. Ну, Варгас такой крепыш, знаешь, я говорю, такой. Крепкий, действительно. Сколько ударов пропустил. Пропускает, причем такие, у Бекзата есть нокаутирующий удар, нокаутирующая мощь, он пропускает, но тем не менее держит пока все вот эти жесткие попадания от Бекзата. И знаешь, первый раунд, когда бразилец бросился добивать, мне такой флешбэк боя Армана против Расула был, когда, помнишь, Расул попал, Арман начал отступать, Мирзаев бросился, и навстречу Арман его встретил. Такой в первом раунде. Вот как раз таки момент, когда начал Бекзат Алмахан контратаковать
своего оппонента после ударов ногами. Алғашқы раунд драмаға толы болды, бірақ екінші раундта екі спортшы да сәл үзіліс алған сияқты. Асықпай, салқынқанды өнер көрсетуге тырысты. Әсіресе Алмахан өте сақ. Тіпті бір рет тейкдаун жасап партерде де қарсыласын ұстай тұрғанын көрдік. Соңғы үшінші раунд. Тағы үйреншікті мәнерде бастап отыр. Алмахан өте жинақы. Калф-кик. Джованнидің жауабы, бірақ тым алыстан. Жалпы Джованни дәл осы жекпе-жек барысына өзіне ыңғайлы арақашықтықты ақыры таба алмаған сияқты. Соққылардың басым бөлігі ауаға кетіп жатыр, бірақ міне бір соққыны қазір аяқпен дәл тигізе алды. Алмахан бұл соққыны ұстап үлгерді, тіпті аяқты ұстап. Өте жақсы. Клинчтен шыға бере партерден тұрып бар жатқанда тізені салып үлгерді. Екінші раундта айтпақшы. Осындай соққылар жақсы қолданған еді. Клинчтен шығып бар жатқан кезде керемет. Варгастың аяққа жасалған соққысы. Алмахан қолмен қарсы алды. Тағы да дәл тиген соққы. Алмахан қалай қарсыласына қарсы қалай тейкдаун жасау, қалай қарымта шабуыл жасауға болатын түсінген сияқты. Толық гард позициясы қазір Варгас. Дәл осы позициядан ауырту әдісін жасап көруге тырысатын болады. Түсінуімше қолға, иыққа ауырту әдісін. Жасауға ұмтылды, өте жақсы Алмахан. Бұл дұрыс шешім, өте дұрыс шешім. Аяққа тұрып кетті, бірақ арқада жатып қазір Джованни бірнеше соққысын тигізе алды. Өте қауіпті соққы бұл. Алмахан өз еркімен қарсыласына тұруға жол беріп отыр қазір. Алыстан жасалған. Міне, дәл осындай соққылардан Варгастың өзінен қайлы арақашықтықты ақыры таба алмай қойғанын байқауға болады. Соққылардың басым бөлігі осылай ауаға кетіп жатады. Лоу-кик және тағы да міне аяқты ұстап алып тейкдаун жасап үлгерді. Шабуылды бастаған Варгас, бірақ аяқтаған Алмахан. Тағы да аяққа тұруға мүмкіншілік беріп отыр. 2,5 минут уақыт бар әлі алда. Ал Бекзат сәл босаңсып қалған сияқты. Жекпе-жек тізгінін шыны керек, толықтай өз қолына алды, бірақ қалай деген сақ болу керек.
бір ғана соққы қазір. Барлығын аяқтап тастауы әбден мүмкін. Алмаханнан серия мен шабуылдар күтеміз. Хайкик! Болды! Варгастың өзі бас тартты. Жағысынды ма не болды екен? Жаңағы соққыдан кейін бірден Варгастың түрі өзгеріп кетті. Дәл хайкикке қарай өзі еңкейіп қалды. Джованни Варгас. Бекзат Алмаханның осымен қатарынан 4-ші жеңісі.